Assalomualaikum do'stlar, sizlar bilan birga bol men Suriyas, және де biz bugun Emerald Tycoon. Былайша айтқанда, Emerald'ды магнат өтетін боламыз. Emerald бұл Майнкрафттағы жителдермен торговать ететін ресурс. Ал біз бұл жерде оны шексіз количествода жасайтын боламыз. Ал біз көп созбай бастайық. Ну достар, бірінші біз байқайтынымыз бұл біздің оң жағымыздағы тұрған кішкентай зат. Ол бізде қанша изумруд бар екенін көрсетеді. Енді ол біз оларды инвентарымызға алып жүрмейтін шығармыз, иә, достар? Өздеріңіз білетіндей. Ал басайық. О. Басталды, достар. Emerald Tycoon. Менің басында 8 изумрудым бар. Жасыл түсті жолмен жүру деп жатыр. Жарайды. Достар, мүмкін ол керек шығар. Достар, қараңыздар. Мына жерде. Братан, давай, братан. Давай, көп тише. Мен давай ете алмайды екен, достар, қараңыздар. Қанша? Давай. Ашай қабайда. 103, молодец. Бізде көп изумруд бар. Тағы күшейтейік. Сосын соңғы рет күшейтейік. Вау, достар, қараңыздар, бұнда енді железный топор бар. Кеттік. Тағы не істеуге болады? Аха, достар. Тағы не? Тағы бір жерге баратымыз, достар. Негізінде мен осы рубриканы енді бастадым, және де ол алдыңғы уақыттарда уже дамитын болады. Енді мен көргенімде басқа ютуберлерден бұл жерде көптеген биомдар бар. Сол биомдарда түрлі приключения мен миди заданиялар бар. Мен өзім бұл серияда өтемін деп ойлаймын. Ал сіздерге, достар, осындай видеолар ұнаса, менің каналыма лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де подписканы ұмытпаңыздар. Бұл маған өте үлкен поддержка болады. Айтып жатыр. Шахта әр уақыт сайын регенерироваться, қайттан жасалып, рудаларға толып отырады деп жатыр. Мына жерде. Бұл жерде біз инструментімізді каменныйға күшейтеміз. Бұл 50 изумруд тұрады екен. Давай күшейтейік. Вай. Бізде енді каменный инструмент. Тағы не бар? Біз қайықпен жүру керекпіз. Міне. Бізге айттылар, достар. Вау, бірақ олар келесін жететін шығармыз. Бас ектір. Достар, қазір біз соғысатын сияқтымыз. Арена деген болады ғой, сондай. Ал, достар, бастайық. Беги. Көргіздер ме, достар? Давай, бергендер ал. Изумруд, нормально, қымбат. Берге үйден шабылдамайсыңдар сендер. Достар, мен шайқасып жатырмын зомбилармен. На. Давай. Достар, мен алдыңғы рубриканы жайастырдым, смыслын білмедім, сол үшін мен сол рубриканы бітірдім. Ал бірақ ол рубрика әлі 20 серияға созылып кететін. Сол үшін біз оны жалғастырмай қойдық. Ол жерде әлі көп нәрсе бар, андай адскемерді зерттеу керек. Сол үшін мен оны жалғастырмай қойдым. Сол үшін достар, қараңыздар, қанша нәрсе алғанымыз. Қане утопленник. Ой. Қанша аламыз? Қане утопленник өлтірсе қанша береді? Бұларға 50 береді екен. Біз бай боламыз. Стоп. Шашам мен. Стоп. Сундук. Ой, қараңыздар, достар. Темірден жасалған. Бәрі керемет. 180 изумруд. Нормально. Не бұл? Түсінбедім. Стартер туториал. Біз сонда басындағы туториалды алдық па, сонда? Стартинг туториал. Жарайды, ештеңе түсінбедім. Бізге айтып жатыр. Толығымен
wood chopper'di kuchayt деп атыр ол сонда. Ағаш қой, ағаш. Толығымен күшейтеміз, достар. 200 керек екен. Қан сенде бармақшы, жинауың керек өзіңкіде. О, нормально. Опа-на. О, не бұл да? Ашайық. О, стак дерева. Не істейміз сонда бұның? Temple Ruins. Руиналарды қалпына келтіруге қолдануға болады дейді. Қана? Уи! Қаяқ сонда? Антыр екен, ағаш. О, ағашты басамыз сонда өстіп? О, болады екен ағашқа өсетіп басуға. Тағы да осындай жерді қолданатын жер бар ма? Қаны. О, анан жерді тағы тұр, міне. Зеленый дорожкадан бәрін білесің ғой. This requires special times. I will if you buy. Бірдеңе алуға болады екен. Достар, бұл өте полезный сооружение. Мені қараңыз. Lighting тотем, найзағайлы тотем, және де Desert Minecraft. О, достар, біз келесі биом не болатын білетінсек өніміз. Бұл пустынь не болады. Ал қазіргі серияда болса, осыны бітірейік, достар. Тағы не істеуге болады? Алғары күшейту заттарды іздейік. Open Emerald Chest. Нормально. Тағы не істеуге болады? Мына жерде 50. From the Emerald Chest here. Station connected Emerald Pass. 8 алдым. What? Final tutorial complete. Бұл не? Сонда не? Трофей! Жаңа трофей алдым. Туториал. Трофей. Сонда мен тағы бір үй. Мына жерде бір пирамида, бұны білемін. Арғарайне мынау үлкен бір не. Мына жерде болса шахталар. Қызық биомдар болатын секілді алдығымызда. Достар, мен тек предполагать етім. Сонда не бұл? Бітті ма енді? Жоқ, бұл жерге бару керек дейді. Қаяққа. Енді опана, 28 нормально. Мен түсінген бойынша біз бұл жерде жаңа нәрселерді аша алатын шығармыз. Опана. Молодец. Бұл шахтер ма? Мана, молодец. Молодец, жігіт. Кеттік, басқа нәрсе ашуға болам екен. Мен бұл жердегінің бәрін ашам. Қараңыз, тұстан мына жерде бірдеңе қирап жатыр. Бұл жердегі суға қарап, мен бұл фермерлер болады деп ойлайлам. Бұл не сонда? Бұны бұл ферма. Мынау қыз бұл жерден не жинап жатыр. Мен арғарай түсінсем, сендер әрқайсың әртүрлі зат беретін шығарсыңдар, жарайды. Не? Білмеймін екен. Не? Пустыня. Не? Достар, қараңыздар мұны. Мұнаған 500 изумруд берсек, біз арғарай өте алады кеміз. Арғарай қазір өте алмаймыз, бірақ жарайды. Достар, қазір бір қызық пайда болса, мен қазірше жай ғана прокачет өтіп отырам. Егер бір қызық тауып алсам, айтамын. Достар, қараңыздар, мен осы жерге жайдан жай келіп едім. Не тауып алғанымды көрсетейін бе, достар, қараңыздар. Көтерілдім. Ан жерде бір сұндық жатыр екен. Мен осыны сіздермен бірге ашқым келеді. Қаны қанша түседі екен? 300. Шомылып алдық. Негізінде мен бұл жерге шомылуға келген, бірақ бұл жерде халяваға бірнеше алмас таудық. Бұл керемет. Достар, және де мен бұл жерде осындай тайниктер болатынын білдім. Және де қараңыздар, бұл жерде кирпич беру керек. Ал кирпичті біз кімнен аламыз? Аты кім еді? Каменчиктен аламыз. Солшы кетті каменчик түшейтейік. Сюда каменчик бергел. Алмазны кирка, сонда осыдан кейін назаритовый бола ма? Қанша жинадың? 74. Жинайды екесің, не қысасың? Жарайды, достар, ал менің ағашымша ол көп жинау керек. Сенің үстіңде киім де күлген. Мен ойымлауымша бұл көп жинайды.
О, алманы қараңыздар, кішкентай алмалар. Шынымен Майнкрафтта өйстіп ағаштан алмалар құласа, бұл керемет болар еді. Бірақ игроктарға халява бол, олар вообще тамақ іздемейді. Просто осылардан алып кететін. Жарайды достар, бұдан алдық, иә. Все, енді кімге барамыз? Достар, егер сіздерге осындай тайкондар ұнайтын болса, сіздер комментарийларға жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сол арқылы ғана мен сіздерге осы роликтердің керек екенін түсінемін. Достар, мен ойлап тұрмын, осының прокачкасына жинайықшы. Ештеңе жинамапсың. О, 27, молодец. Және де анау қыздан барып аламыз. Осындай тайкондар ұнаса, мені қолдап кетіңіздер. Тек солай ғана мен сіздерге осындай тайкондар ұнайтынын білемін. Және де ол менің каналымның қолдауына да өте көп әсер етеді. О, нормально. О, сене, айттым міне, айттым. Жарайды. Барамыз. Уи! Салам, житель. Опана. Енді бізге хлеб керек. Ал хлебті кімден аламыз? Конечно, пшеницадан аламыз. Сосын біз пшеница іздеу керек. Сонда не бұлар? Бұл жерде печенька тұр. Infinity, не бұл так? Жарайды, қош. Надо да болу керек. Себебі менде 32 кірпіш қалды. Оппана. 250 берді маған, нормас. Енді біз тек ана пшеницаның прокачкасына жинаймыз, е? Бізге уже жетеді оның прокачкасына. Ферма. Нормально. Ақшап келмесең, жерем. Давай, қаншақ келдің, өзің прокачкаңа жетсек болады. Аз қалды сен прокачкаңа. Оппана. Кәні 3-ші уровенде, нормас. Алдым білгендеріңіздей, менің барлық тайкондарымда қаяқтан алуға болатынын айтып отырамын. Және де оның бәрін рыноктан алуға болады. Және де рынокқа 5 жыл толды, сол үшін ол жерде распродажа болып жатыр. Бәрі арзан бағада, или слишком тегін беріледі. Соны есте сақтаңыздар. Рынок деген бұл Майнкрафтта уже модтар сатып алатын жер, ал мен болсам керек ақша жиналған кезде жалғастырамын. Уже бар, мен шахтаны қаздым, модтармен төбелестім, солай ақша жинадым. Ферма тағы бір уровенге күшейтілді. Енді сен алмазный мотыга. Білмеймін достар, осы алмазный мотыга, андай мотыгалар, олар прочностімен ғана айырмашылығы бар. Да, и тем более олардың скорості да жоқ. Негізінде Майнкрафтқа солардың анимациясымен скоростін қосқанда вообще Майнкрафт крутой болып кететін еді. Қанша жинадыңдар сендер? Ой, 54. Не нормально. Ал мен ақша жиналған соң жалғастырамын. Ну, достар, бәрі жиналды. 700 изумруд прокачаем. Соңғы уровень. Чо, мықты болдың ба? Молодец. Не береді? Бізге бірдеңе берсін, давай. Бірдеңе беремек. Міне. Уже мен тауып алған секілдімін. Давай. Ашыл. 16-нан. Қаяққа беру керектігін білемін мен сразу. Және де достар, екінші тұр. Жаңа трофей ма? Бұл кәдімгі биом. Фул күшейткенде пайда болады деген, нормас. Демек, әр биомды өйстіп фулға күшейткен кезімізде ол пайда болады. Бұл өте керемет. Жүрді емес, басқа жаққа. Штурвал. Кеттік, тағы бар ма? Хлеб дейсің. Нан. Асатасы нан. Қоямыз. Все, темпл пайда болды. Бұл жерде машина сатып алуға болады екен. Және де Тесла сатып алуға болады екен. Жарайды, біз бұны бүгінгі серияда істемейміз, ал біз бүгінгі серияда жаңа остров ашамыз. Сіз оны келесі серия шыққан кезде байқай аласыз. 500 керек екен. Без проблем, чувак. Кет. Барма, міне үшеуінен де сатып алынады. Опана.
217 нармас. Кеттік достар. Егер сіздерге осындай ұзақ видеолар ұнаса, лайк басып, комментарий басып жазып беріңіздер. Жаңа биом. Достар, сіздермен бірге қоштасамын. Сіздермен болған Surrealize бүгінгі серия қызық болды деп ойлаймын. Келесі серияны көруді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Surrealize. Мен сіздерге сау бол демеймін. Келесі кездескенше деймін. Қош болыңыздар.